Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың мақсаты диалог пен монологтың не екенін білемін. Сөйлеу мәдениетін сақтап, диалогке қатысамын. 9-шы жаттығу. Өлеңді тиісті дауыс ырғағымен оқы. Бүлдірген тереміз, балақай. Алақай. Ат жарыс көреміз, балақай. Алақай. Айға ұшып барамыз, балақай. Алақай. Кел. Ағаш жарамыз, балақай. Ай, атай. Қадыр Мырза Әлидің мына бір өлеңі керемет. Өлеңдегі кейіпкерлерді анықта, олардың саны нешеу? Өлеңге кейіпкерлердің саны 5. Олар анасы, яғни баласын бүлдірген теруге шақырып тұрған, ат жарыс көруге шақырып тұрған әкесі, айға ұшып баласын қиял әлеміне жетелеп тұрған әжесі, және де ағаш жаруға шақырып тұрған атасы, сондай-ақ баласы. Сонымен барлығы 5 кейіпкер. Екі немесе бірнеше адамның сөйлесуі диалог деп аталады. 10-шы жаттығу. Өлеңді түсініп оқы. Мен қазақтың тілімін. Мен қазақтың тілімін. Беретін көп білімін. Достасатын сендермен жаңа пәннің бірімін. Үйретем тіл заңдарын. Төзіме құлақ сал бәрін. Менімен тез тастасар ойға алған арманым. Өлең не туралы? Өлең тіл, яғни қазақ тілі туралы. Өлең неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Өзің қорытынды жасап көр. Балақай, қалай ойлайсың? Ол неліктен тілдің атынан айтылып тұр? Біріншіден, біздің ана тіліміз қазақ тілі. Екіншіден, қолымызға ұстап отырған оқулық қазақ тілі кітабы. Өлеңде қазақ тілі кітабының бізге берер білімнің көптігі жөнінде, сондай-ақ тіл заңдарын үйрететіндігі айтылған. Қазақ тілін жақсы оқып, меңгерген адамның алға қойған арман мақсаттары тез іске асатындығы айтылған. Қорыта айтқанда, қазақ тілі оқулығы өзінің маңыздылығын айтып, оқушыларға, яғни сіздерге өзін таныстырып тұр. Келесі 11-ші жаттығуға назар аударайық. Мысалды оқы. Менің қызметім күшті. Адамдар үстімде ас ішер, жазу жазады, деді үстел. Мен болмасам, жаныңа адам жоламас еді, деді орындық. Бұл мысал диалог пе, әлде монолог пе? Дәлелге. Бұл мысал әрине диалог. Себебі жоғарыдағы ережеге сәйкес бір немесе бірнеше адамның сөйлесуін біз диалог деп атаймыз. Ал бұл жерде орындық пен үстелдің диалогына куә болып отырмыз. Келесі соңғы жаттығу 12-ші жаттығу. Диалогты толықтырып, көшіріп жаз. Амансыз ба әже? Амансың ба қарағым? Қалыңыз қалай әже? Жақсымын балам. Арталасыңмен ата мен бала рөлінде амандасу жағдаятын құрастырып көріңдер. Ассалаумағалейкум ата. Уағалейкум ассалам балам. Денсаулығыңыз қалай ата? Шүкір жақсымын ботам. Әке шешең аман есен жүріп жатыр ма? Жүріп жатыр ата.